әлем чемпионы атанған қазақтың тұңғыш алыбы Қажымұқан өзінің теңдессіз өнерімен жер шарын аралаған. 54 мемлекетте күреске түсіп 48 медаль олжалаған Қажымұқан сынды батыр түркі тектес халықтар арасында қазақта ғана болды. Қажымұқан 1944 жылы өз өнерінің қойылымдарынан жинаған 100 000 сомына ұшақ сатып алып, оны жеңіс қорына аударған. Оған Сталиннен арнайы телеграмма келді. Кеңестер одағының балуандар тобында Қажымұқаннан күш асқан ешкім болмаған. Дүние жүзінің чемпиондары Иван Поддубный, Иван Шемякин, Алекс Аберг тағы басқа жамбоздармен қатар жүріп, боз кілемдегі айқастарда осы мықтыларды шетінен жығып, бәйге алу сол заманда нағыз ерлік еді. Кеңестер одағы күресінің қожайындары шын мәнінде қара қазақты менсінбейді. Сондай ортада Қажымұқан намысын жатқа берген жоқ. Күрес қожайындарының да, төрешілердің де сан мәрте көрсеткен әділетсіздігіне белі де бүгілмеді, еңсесі де түспеді. Қайта оның әлем мойындаған биік беделі асқақтай түсті.